Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі жаздың ыстық күнінде шөліңізді қандыратын, үй жағдайында дайындауға болатын лимонад шырын дайындаймыз. Мен алдын ала керекті ингредиенттерді жуып турап дайындап қойған болатын, және бізге барбадос сиробы мен мұздатылған сарыағаш керек болады. Лимонад дайындау үшін бізге шыны графин ыдысымыз керек болады. Графинімізді аламыз. İçine aldымен мятаны саламыз. Екі тілім лимон, екі тілім лайм және бір дана апельсин саламыз. Бір қасық шекер. Енді өзімізге керекті мөлшерде барбадос сиробын құямыз. Барбадос сиробы қолжетімді бағада, әртүрлі дәмде болады. Мендегі дәмі мохито. Сиробымызды графинге құйып, одан кейін салқындатылған сарыағаш минералды сусынды құямыз. Мұқият араластырамыз. Міне достар, дайын болды минералды сусынымыз. Енді бұны 1 сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрсаңыздар болады. Салқын күйінде ішкен дұрыс. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және Сая асханасы Instagram парақшам мен YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.